Миллионер IT мамандар айына 1 миллион, 1,5 миллион, 2 миллион алатын IT мамандықтар қандай? Сол туралы видео сабақ. Бұл жерде ескерту бар, бұл жердегі ақпарат жеке тұлғаның тәжірибесіне сүйеніп жазылған. Бұл жердегі ақпарат дәл солай барлық жағдай үшін шындық деп ойламау керек. Және де басқа ескертулерді оқып кетіңіз. Және айтатын бір нәрсе, бұл жерде берілген барлық технологияларды, барлық білімді бір адамға білу мүлдем мүмкін емес. Бұл жердегі берілген көп саланың ішінен өзіңіз таңдаған 1-2 саланы жақсылап терең меңгересіз, сол пайдалы болады. Жалақы туралы ақпарат Headhunter KZ сайтынан алынды. Олай болса кірісейік. Бірінші әрине бұл жерде программист мамандар, соның ішінде Front-end Development, жалақысы айына 1 миллион теңгеден асады, және оған қойылатын талаптар. Ол кісі білу керек HTML, CSS программалау тілдері. Одан кейін JavaScript пен TypeScript тілдерін білу керек, және бүкіл веб әзірлеу процестерін терең түсінуі. Дәл осылай іздесеңіздер болады, Front-end Developer, және тек қана осы HTML, CSS, оны программалау тілі деуге де болмайды. JavaScript пен TypeScriptті терең білсем, шынымен осындай жалақы алу мүмкін бе деген сұрақ туындаса, иә, әбден мүмкін. Себебі бұл технологияларды біліп, өте керемет қолданушылар, жаңағы интернет пайдаланушылары, веб браузерді пайдаланатын кез келген қолданушы керемет өнім шығаруға болады. Сіз user интерфейс жасайсыз, қолданушылар әрекет жасайтын, ақпарат алмасатын, басатын, көретін, қарайтын веб-сайт жасайсыз, және соның арқасында неше түрлі қолыңыздан мүмкіндіктер келеді. Яғни тек қана HTML, CSS-тің көмегімен керемет дизайн сайт жасауға болады, және көптеген ірі үлкен компаниялар өзіне ғана тәуелді, индивидуалды, жеке, барлығынан ерекшеленетін сайттарды, веб интерфейстерді жасауға тырысады. Сондай-ақ ішкі жабдықтама болса, мысалы application болғанның өзінде де, оны да HTML, CSS-тің көмегімен веб интерфейсін жасайды. Ары қарай TypeScript бұл JavaScript-тің ары қарай дамыған, қатайтылған, заңдылықтары қатты күшейтілген түрі деп айтсақ болады, және TypeScript-ті білу, JavaScript-ті білу, сізге бұл терең білсеңіз, фронт-энд маман ретінде жұмыс істеуге толықтай мүмкіндік береді. Енді әрине түсінікті, бұл ғана тілдерді, программалау тілдерін біліп тоқтап қалу мүмкін емес. Ол жерде қосымша осы бағдарламалау тілдерімен жұмыс жасайтын фреймворктар келеді. Ол жерде ары қарай сіз танысатын React Native, немесе React, сондай-ақ Redux, TypeScript, сондай-ақ UI UX дизайнымен кросс-браузерлік маман ретінде жұмыс жасасаңыз, сондай-ақ тағы да фреймворктар React, Angular немесе Vue, осының біреуін білу керек. Тағы да қосымша сұраныстар сізде туындауы мүмкін. Front-end developer ретінде мысалы API интерфейстерін әзірлеу, сондай-ақ SPA қосымшаларын әзірлеу тәжірибесі, және REST API деген не екенін білу, сондай-ақ алгоритмдер мен деректер құрылымдарын білу. Бұл енді өте жоғары деңгей, ары қарай терең біліп, жоғары деңгейдегі маман болғыңыз келсе, осы талаптар қойылады. Бірақ айтқым келетіні, негізгі HTML, CSS, сондай-ақ JavaScript, TypeScript-ті жоғары деңгейде білсеңіз, сіз онымен жұмыс жасау тәжірибеңіз бірнеше жылдар болатын болса, сіз керемет өнімдер жасайсыз, керемет құралдар жасайсыз, қолданушылар пайдаланады, және соның арқасында өте сұранысқа ие маман бола аласыз. Енді фронт-энд және бэк-энд не деген сұраққа туындайтын болсақ, онда бұл жерде Википедия парақшасына сілтеме тастап кеттім, оны келіп оқып қарасаңыздар болады. Бұл жерде әр маманның, соның ішінде мысалы веб девелопментті мысал ретінде фронт-энд девелопердің бір мысал ретінде алған, және ол жерде қолданылатын тілдер, технологиялардың барлығы мына жерде келтірілген. Осының барлығын білуде міндетті емес, тек қана мысалы жаңа айтып кеткендей, мысалы мына 3 фреймворктың біреуін білуіңіз керек. Сол сияқты ары қарай қосымша кросс-браузер программалау дегенне, веб-перформанс дегенне, жаңағы веб парақшалардың жылдам, тез жауап беруі. Енді бэкэндке келетін болсақ, ол жерде қолданылатын программалау тілдері, мына жерде көріп тұрғандығыңыздай PHP, Python, Ruby, Perl, Node.js бұл енді серверлік бағдарламасы, сондай-ақ C#, Java, Go, тағы да өзіне қажетті әртүрлі терең, ол жерде де технологиялардың оптималды, дұрыс жұмыс жасау үшін қажетті
қажеттіліктер бар, осыларды да білуіңіз керек. Енді бэкэндке қазір біз келеміз. Бэкэнд девелоперлерде Headhunter сайтынан қарасаңыздар сұранысқа ие, және ол жерде мысалы Java-ны білетін бэкэнд девелоперлер қанша алады? Олар айына миллион, 1,5 миллион теңге, және одан да ары қарай сұранысқа ие. Және оларға қойылатын талаптар қандай деген сұраққа келетін болсақ, әрине бірінші кезекте мысалы Java девелопер Java тілінде күрделі серверлік қолданбалы логиканы әзірлеу және оңтайландыру, 3 жылдан астам Java программалау тәжірибесі, сондай-ақ осы Java-да пайдаланылатын негізгі ең танымал фреймворктар Spring және Hibernate фреймворктары туралы терең білу, және реляциялық деректер базасын басқару. Сол жерде мысалы MySQL, PostgreSQL, сондай-ақ NoSQL деректер базасымен жұмыс жасайтын MongoDB сияқты дерекқорлармен жұмыс жасау тәжірибесі болса, онда осы мамандарға сұраныс өте көп. Бұл негізгі талаптар. Сондай-ақ ары қарай терең жұмыс жасау барысында сізге қосымша RESTful API, сондай-ақ Git-пен жұмыс жасай білу. Енді программистер бұл Git, Docker, сол сияқты DI, Solid, GraphQL деген сияқты осындай технологиялар мен терминдермен танысасыз, және бұлар енді қосымша сабақтас жүретін технологиялар деп айта аламыз. Бірақ сізге білу керек негізгі ең басты программалау тілі Java, және оның фреймворкі Spring, сондай-ақ Java мен бірге жиі қолданылатын деректер базасы, соның ішінде коммерциялық деректер базасы Oracle-ды білсеңіз, бұл сізге өте үлкен көмегі болады, және осы технологияларды білетін мамандар шынында өте жоғары деңгейде бағаланады. Одан кейін мысалы Python девелопер, Python-мен жұмыс жасайтын программалаушылар бэкэндті де жасауы мүмкін. Соның ішінде Python девелоперлерінің middle немесе senior деңгейіндегі, жоғары деңгейдегі программалаушылар миллион, миллион жарым, 2 миллион теңге көлемінде жалақы алады, және оған қойылатын талаптар. Бұл жерде ең бірінші назар аударатын нәрсе әрине программалау тілінде көптеген жылдар бойы жұмыс жасау тәжірибесі. Сондай-ақ Python бағдарламалау тілінің фреймворктары Django немесе Flask, қосымша деректер базасы MySQL, PostgreSQL, MongoDB сияқты бағдарламалау деректер базасы, және Linux операциялық жүйесін білсеңіз, сондай-ақ Git-пен жұмыс жасау тәжірибеңіз болса, онда сізге осындай жалақы ұсына аламыз деген екен. Бұл жерде тағы да қосымша сұраныстар болуы мүмкін. Соның ішінде мынандай технологиялармен болашақта тағы да қосымша танысуыңыз мүмкін. Бұл технологиялар сабақтас бірге жүретін технологиялар. Соның ішінде мысалы MySQL, MongoDB осы деректер базасының біреуі, сондай-ақ SQL сұраныстарымен жұмыс жасай білу, Kubernetes, Power BI деген сияқты технологиялар, сондай-ақ DevOps жұмыс тәжірибесі болса депті. Бұл енді барлық Headhunter'дегі осы Pythonға байланысты сұраныстардың барлығы біріктіріліп, қосымша қажет болу технологияларды келтірілген, және бұның барлығын бірден білу міндетті емес. Алғашында осы Python, одан кейін Django, одан кейін бір деректер базасы, ары қарай жұмысты жасауды тәжірибесін жетілдіресіз. Сондай-ақ REST API, жаңағы API мен жұмыс жасай білу, CI/CD жүйесі дегеніміз не, Jenkins деген не, сол сияқты технологиялар. Мына жерде де Git-пен жұмыс тәжірибесі. Git-ті қазіргі таңда көптеген программистер қолданады, және Git-пен жұмыс жасай білу тәжірибесі өте маңызды деген екен. Бұл жерде келтірілгені Python-мен қоса, Python-мен бірге MySQL немесе PostgreSQL деректер базасы, сондай-ақ MongoDB, осы деректер базасының біреуін жақсы терең білсеңіз, ол сізге жақсы тәжірибелі программист болуға ары қарай көмектеседі, яғни backend developer боласыз. Енді бағдарламалау тілінің жалпы кез келген біреуінен эксперт өте терең білетін болсаңыз, онда сіз сол программалау тілінде көптеген керемет өнімдер жасайсыз, және девелопер, жасақтаушы программист маман боласыз. Соның ішінде мысалы C, C#, немесе C++, Go, Rust программалау тілі, немесе Ruby программалау тілі. Осы программалау тілінің кез келген біреуін 4 жыл, 5 жыл терең оқысаңыз, жақсылап білсеңіз, сізге өте жоғары деңгейде жалақы төлеуге дайын болады. Және бұл программалау тілдерінің барлығын да білу міндетті емес, тек біреуінен терең эксперт болу маңызды. Бұл жерде айта кететін нәрсе, бұл технологиялардың барлығы көп жағдайда бір-біріне байланысты болып келеді. Мысалы Stack Overflow деген сайт өзі сауалнама жүргізген. Сол жерде программалау тілдері, жалпы IT технологиялар бір-бірімен қандай байланысты деген сұраққа келетін болсақ, олар осындай бір графикалық сурет кескін жасаған екен. Және қараңыздар, мысалы HTML-ді оқыған программист мамандар әрине CSS-ді оқиды, екеуі бірге жүреді деп айтсақ болады. Одан кейін JavaScript оқиды, бұл енді фронт девелопер
фронтенд девелоперге келеді. Одан кейін осы технологияларды білгеннен кейін мысалы JavaScriptке қатысты JavaScriptпен бірге ары қарай терең дамытатын, оңайландыратын фреймворктар React.js, React Native бірге жүреді. Сол сияқты JavaScriptпен ары қарай TypeScript, одан кейін TypeScriptте қолданылатын фреймворктар Angular немесе Angular.js. Осылай көрдіңіздер ме, бір-бірімен технологиялар байланысты. Сол сияқты JavaScript'тің Node.js технологиясы, серверлік платформасы, одан кейін ары қарай Express, бұл енді кітапхана, одан кейін MongoDB деректер базасы, сол сияқты Heroku. Осылай бір технологияны білсеңіз, ары қарай сізге қажетті жұмысыңызды жеңілдететін, көмектесетін қосымша технологиялар алдыңыздан шығады. Енді сіз HTML-ден басқа бағытта жылсаңыз, мысалы SQL-ді оқуыңыз мүмкін. Сіз SQL-ді оқығаннан кейін ол жерде Microsoft SQL сервермен танысуыңыз мүмкін. Бұл жерде енді Microsoft әлеміне қарай кетеміз. Сол жерде .NET, Microsoft Azure, мысалы осы салада да технологияларды оқуға болады. Сондай-ақ WordPress технологиясы, WordPress осы сайттарды жасауды жеңілдететін механизм, фреймворк деп айтсақ болады. Ол да осы HTML, CSS, JavaScript пен қатар қосымша сол бағытта да жылжысаңыз болады. Немесе көріп отырғандарыңыздай, мысалы PHP-ді оқитын болсаңыз, онда міндетті түрде MySQL-ді оқу ықтималдығы көбейеді, себебі PHP мен MySQL бірге өте керемет жұмыс жасайтыны түсінікті. Сол сияқты бұларды оқығаннан кейін ары қарай осыны жеңілдететін, сізге жұмыс жасауға көмектесетін тағы да басқа фреймворктар, технологиялар алдыңыздан шығуы мүмкін. Мысалы, программист мамандардың ішінде Android программистер болатын болса, онда олар SQLite, Java-ны оқиды. Java программалау тілі бұл Android қосымшаларын жасауға өте керемет көмектеседі. Java-ны оқығаннан кейін оған қосымша Spring фреймворкі қатар жүреді. Көріп отқандарыңыздай, бағдарламалар, жалпы технологиялар бір-бірімен өте тығыз байланысты болып келеді. Сол сияқты iOS қосымшаларын жасайтын болсаңыз, онда ол жерде де осы Java программалау тілі, одан кейін Swift, Objective-C сияқты программалау тілдері ол жерде қолданылады. Енді мына жердегі бір өте маңызды байланыстар, соның ішінде мысалы Linux-ті терең оқитын болсаңыз, сіз Linux-ті үйрену барысында ол жерде Bash, Shell, PowerShell сияқты бағдарламаларды, қосымшаларды қолданып, сіз кодтар жазасыз, скриптер жасасыз, және Linux-тің ажырамас бір бөлігі осы терминалдық бағдарламалар болады. Енді Linux-ке қатысты, мысалы Docker деген бағдарлама оқитын болсаңыз, ол жерде Docker-ге қатысты деректер базасы PostgreSQL, сондай-ақ Redis сияқты деректер базасы, немесе Elasticsearch сияқты деректер базасы болуы мүмкін. Егер сіз Amazon компаниясының Amazon Cloud Services AWS-ке кететін болсаңыз, ол жерде де өзіне қатысты технологиялар бар, және Docker-мен ары қарай Docker-ге байланысты Kubernetes, Go сияқты технологиялар шығады. Осы технологиялар мысалы бір-бірімен байланысты. Енді Linux-тің біраз пайызы соңғы кезде Rust программалау тілі, сондай-ақ Python программалау тілінде жазылған. Сіз егер Python-ды оқитын болсаңыз, ары қарай Django, Flask, Pandas деген сияқты технологиялар, бұның барлығы ары қарай осы белгілі бір қосымшаны, белгілі бір технологияны жасау үшін, белгілі бір нәтижеге жету үшін көмектесетін қосымша кітапханалар екенін айтқым келеді. Жалпы осындай өзіңіз бір саланы таңдайсыз, және оған қосымша соның айналасында, соның орбитасында жүретін деп айтсақ болады. Мысалы, күн 8 планетадан тұрады, мысалы Жер, жаңа Меркурий, Венерасы өзінің радиусында айналып жүретін, сол сияқты өзінің әрбір бағдарламаның, әрбір технологияның айналасында айналып жүретін қосымша сондай салалары болады. Енді бұл жерде программист мамандар әрине қазіргі таңда өте сұранысқа өте көп ие. Алайда традициялық дәстүрлі деп айтсақ болады. Мысалы, барлық компанияларда кездесетін жүйе администраторлары, соның ішінде бүгінгі таңда DevOps систем администраторлары сұранысқа ие болып отыр, және олардың айына алатын жалақысы 800 мың теңге көлемінде. Және бұл жүйе администраторлары не істейді? Олардың мына жерде HeadHunter сайтында осы системный администраторлардың айлығы жоғары мамандарды іздейтін болсаңыз, олардан талап етілетіні, не талап етілетіні келтірілген. Қараңыз, біз сізден талап етеміз дейді. Біздің бизнес тыныш болу үшін продакшн, IT инфраструктураның жұмысын қолдау. Демек, барлығы жұмыс жасап тұрса, серверлер, виртуалды машиналар, технологияның барлығы үздіксіз жұмыс жасайтын болса, сізге қойылатын бірінші талап сол дейді. Барлық біздің IT инфраструктура үздіксіз
бұзылмай тоқтамай жұмыс жасап тұру керек. Жазатайым жағдайлар, яғни бұзылып қалған жағдайлар болатын болса, оны тез, батыл, кәсіби түрде шешу дейді. CI/CD процестерін құру, веб-серверлерді, дерекқорларда, датабейс, дерек базаларын, сондай-ақ IP телефонияны және басқа көптеген қызықты бағдарламалық қамтамасыз етуді жылдам және сенімді жұмыс жасайтын ету керек. Сондай-ақ жұмыстағы кез келген туындаған кедергілерді анықтайсыз және оларды жоюдың шешімін табасыз дейді. Сізде талап етілетін білім, сізге қойылатын талаптары, бұл жерде Nix жүйелерін жақсылап білу, Unix, Linux және Linux-тің дистрибутивтарымен жұмыс жасай білу, соның ішінде кемінде 3 жылдан асам жұмыс тәжірибесіңіз болса, бұл тамаша болады дейді. Сондай-ақ веб-стек, мысалы HTTP, TCP/IP протоколдары дегенде, және олар туралы түсінік болу, сізде желілердің құрылымы, жұмыс істеуі, IP tables дегенде, және олардың жұмыс істеуі қалай іске асатынын білу. RDBMS бұл жерде Relational Database Management Systems, деректер базасын басқару, жаңа айтып кеткен PostgreSQL, MongoDB немесе кез келген реляциялық деректер базасымен жұмыс жасау, және ол жерде сұраныстардың қалай жасалуы, жалпы оның да бұзылмай жұмыс жасап тұруын талап етеді. Енді бұл DevOps система администратор ретінде сұрақтар қойылған. Сондай-ақ алгоритмді құрастыру және скрипті сенімді жаза білу, желі құру принциптерін білу, желіге байланысты маршруттау хаттамалары, соның ішінде динамикалық маршруттау хаттамалары, OSPF, BGP протоколдарын жақсы білу, және де VPN технологиялары, version 2, IPsec протоколдары, және де ірі вендорлық желі өнімдері, соның ішінде Huawei, Cisco, Mikrotik, Ubiquiti сияқты құралдармен, аппараттық жабдықтармен жұмыс жасай білсеңіз, сол сізге артықшылық болады депті. Және қосымша мыналарды білсеңіз, сізге бұл артықшылық плюс болады деген екен. Мысалы, Gitпен жұмыс жасау тәжірибесі, Dockerге қатысты Compose, Kuberneteспен жұмыс жасай білу, және де Python программалау тілінде скрипт жаза білу, сондай-ақ Bash терминалы, Shell'де жұмыс жасай білу, әртүрлі мониторинг жүйелері, соның ішінде Zabbix, Victoria Matrix, Prometheus, Grafana деген екен. Оркестрлік жүйелермен жұмыс жасау, бұл жерде басқаратын, автоматизация жасайтын Puppet, Chef, Ansible технологиялары және IP телефониямен жұмыс тәжірибесіңіз болса, мысалы Asterisk, OpenShips, онда біз сізге мынандай айлық төлеуге дайынбыз деген екен. Жарайды, тамаша, бұл технологиялардың барлығын оқуға, білуге, IT маман ретінде тәжірибе алуға болады. Бүгінгі таңда осы HeadHunter'ды немесе шетелдік жұмыс беру сайттарында қарасаңыз, ол жерде DevOps мамандарға да сұраныс бар. DevOps деп отырғанымыз, бұл жерде ол терминнің өзін терең қарастыруға болады. DevOps жалпы айтқанда, бұл бағдарламалық жасақтаманы әзірлеудегі және IT индустриядағы әдістеме. Жалпы айтқанда, бұл сондай бір метод деп айтсақ болады, немесе протокол, заңнама деп айтсақ болады. DevOps деген ол бағдарламалық жасақтаманы соңғы тұтынушыға, бизнеске беру, және оны қолданушылар қалай оңай қолдану, және оның үздіксіз тұрақты жұмыс жасауы. DevOps мамандар осыны қамтамасыз етеді, яғни бағдарламалық жасақтаманың тұрақты, күтілгендей жұмыс жасауын. DevOps дегенде енді шын айтқанда бөлек сабақта қарастыруға болады, және мына жерде қазақ тіліне берілген ақпарат негізі өте маңызды, сондықтан өзіңіз оқып кетіңіз. Мысалы, мына жерде DevOps деген не деген сұрақ қойылған, және мына жерде жазылғандай, DevOps-ты анықтап, оған анықтама бере салу оңай, ұсақ түйек тапсырма емес. Бірақ терминнің өзі бұл Dev және Ops деген екі бөліктен тұрады. Dev дегеніміз бұл бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуге, яғни development, және Ops операцияларға қатысты. Операциялар деп отырғаны operating systems, яғни Linux болуы мүмкін, Windows болуы мүмкін, сондай-ақ сол жердегі аппараттық жабдық, құрал жабдықтар, темірлердің болуы, hardware, осының бәрі Ops-ға кіреді. Демек, қандай да бір қосымшаның, мысалы Каспиктің сіздер білетін нөмір 1 деп айтып жатады. Қазіргі таңда Қазақстанда кең тараған мобильдік қосымшасы өте танымал. Мысалы, сол мобильдік қосымшаның девелоперлер, программист мамандар интерфейсін жасайды, оның бэк-энд жасайды, жаңағы сұраныстардың жұмыс жасалуы, ол жердегі шотты дұрыс көрсету, қолданушының атын дұрыс көрсету, сондай ақшаның, ол жердегі қаржының бір-бірінің арасында алмасу, бұның барлығы логика жазылады.
оны программист девелопер мамандар жасайды. Енді ops деп отырған операцияға қатысты бұл жерде жасайтын жұмыс, мысалы жүйе администраторлары, сондай ақ DevOps мамандар ол жерде серверлік машиналардың, виртуалды машиналардың сол жердегі желінің үздіксіз бұзылмай 24 сағат күніне жұмыс жасауын қамтамасыз ететін операциялық бөлігіне келеді. DevOps үшін қарапайым анықтама бұл бағдарламалық жасақтаманы шығару, конфигурациялау және бақылау, оны әзірлеуші адамдардың қолында екенін білдіреді. Жалпы бағдарламаның үздіксіз, тұрақты, сенімді жұмыс жасауын қамтамасыз ететін мамандарды DevOps мамандары деп айтсақ болады. Енді DevOps кейде бұл бір адам жұмыс жасайтын бір ғана DevOps маман деп айтсақ болады, немесе тіпті команданы айтсақ болады. Яғни DevOps жұмысын бұл кезде бір ғана адам немесе команда орындай алатын роль ретінде қарастырылады. Міне, DevOps дағдыларын үйренуге кейбір сыртқы мотивация дейді, және бұл жерде DevOps маман болу сізге өте маңызды болуы мүмкін депті, себебі оның бүгінгі таңда сұранысқа ие, және олардың алатын жалақысы да өте керемет. Бұл жерде 800 мың теңгеден басталады, одан кейін миллион болуы мүмкін, миллион жарым, ары қарай кетеді. DevOps маманнан не күтіледі? Ол жерде, мысалы, әкіпші деңгейінде, демек жүйе администраторы, системный администратор ретінде Linux операциялық жүйесін терең білу, желілік стекті білу, бұл жерде TCP/IP, OSI протокол, жалпы желілік барлық технологияларды, барлық хаттамаларды, барлық қабаттарын білу, және желілік құрылғыларды конфигурациялау мүмкіндігі. Виртуализация және контейнерлер тәжірибесі. Бүгінгі таңда контейнерлер деген өте заманауи, сұранысқа ие технология болып тұр. Соның ішінде мысалы Ansible конфигурациясын басқару және де Kubernetes тәжірибесі үлкен плюс болады деген екен. Қосымша сізден мысалы мынандай технологияларды үйренесіз, білесіз. Соның ішінде Grafana, PostgreSQL, Redis немесе RabbitMQ директор базасы, сондай ақ Nginx веб сервері, және қосымша енді жаңағы Ansible, Prometheus, Loki сияқты технологиялар болуы мүмкін. Және бір компания, мынаны бөлек компанияның сұранысынан мен алып алдым, және олар жазған, осы технологиялардың барлығы бізде қолданылады дейді. Сол жерде кішкене назар аударып кетейік. Мысалы қараңыздар, Bare Metal дегені бұл кәдімгі темір құрал жабдықтар. Демек бұл жерде серверлік машиналар болуы мүмкін, SSD, жаңағы деректерді сақтайтын машиналар, сондай ақ желілік құралдар, соның ішінде Cisco, Huawei, жаңа айтқан Mikrotik, маршрутизаторлар, коммутаторлар болуы мүмкін, сондай ақ vSphere, VMware компаниясының виртуализациялау технологиясы, Microsoft компаниясының Azure, Kubernetes деп отырғаны осы контейнерлерге арналған технология, және де Docker, Docker Compose, Helm, Prometheus, Grafana, Loki, бұның барлығы осы контейнерлікке айналған, және де осы жалпы бағдарламаның дұрыс тұрақты жұмыс жасауын қамтамасыз етуге қажетті технологиялар. Және Linux-ты администратор ретінде білу, Linux деген бұл осы үлкен ірі компанияларда деректер жаңағы орталығы дейміз, database центрларда қолданылатын негізгі операциялық жүйе, және оның мүмкіндіктері өте керемет, және бүгінгі таңда терең дамуда, сондықтан Linux-ты білу өте маңызды. Сондай ақ Windows серверлік операциялық жүйелері, Nginx веб сервері, IIS, Windows-тың веб сервері, ELK, Redis, MySQL, PostgreSQL, .NET дейді, Vue, JavaScript фреймворкі. Осындай технологиялардың барлығы бүгінгі таңда осы IT-дің негізгі трендтегі сұранысқа ие бағдарламалық жабдықталары, технологиялар деп айтсақ болады. Соның ішінде терең ерекше назар аударатыны бұл Linux дистрибутивтары, Linux операциялық жүйесі, және де көбісі сұрап жатқаны жаңа байқағандарыңыздай Git технологиясы. Git дегеніміз бұл қатты қиын емес негізі, оны кішкене оқып бір ай көлемінде терең білуге болады. Енді бір апта, бір ай көлемінде. Сондай ақ Docker контейнерлейтін технология, осының барлығы DevOps мамандардан күтіледі. Және Kubernetes деп отырғаны, бұл да осы бағдарламалық жасақтаманы орналастыруды, масштабтауды және басқаруды автоматтандыруға арналған ашық бастама код дейді, open source бағдарламалық жабдық. Бұл контейнерлерді басқару жүйесі болып табылатын
бағдарлама бастапқыда Google әзірлеген жоба ретінде шықты, яғни Google компаниясы Kubernetes-ті жасақтаған, одан кейін Cloud Native Computing Foundation ары қарай қолдайды дейді. Сондықтан Kubernetes-ті оқысаңыз, ол да сізге өте бүгінгі таңда DevOps маман ретінде, IT маман ретінде өте сұранысқа ие. DevOps құралдар тізбегі деген екен, бұл жерде терең жазылған сияқты, сондықтан DevOps пен жалпы бөлек басқа бір сабақ жасайтын сияқтымыз. Енді Linux-ке байланысты айтатын болсақ, Linux-ке сұраныс өте көп. Linux-ті білген, терең білетін жүйе администраторлары, жалпы Linux-ті білу өте керемет бүгінгі таңда IT маман үшін плюс болып саналады. Соның ішінде танысуды қалай бастаймын деген сұрақ туындайтын болса, Linux-тің Red Hat компаниясынан бастасаңыз болады. Бұл кәсіпорындарға open source бағдарламалық қамтамасыз ету өнімдерін ұсынатын және IBM еншілес, яғни Red Hat компаниясын IBM компаниясы сатып алған. Red Hat кәсіпорны болып табылатын американдық бағдарламалық жасақтама жасайтын компания. Ол 1993 жылы негізі қаланған және штаб-пәтері Солтүстік Каролина штатының Роли қаласында орналасқан деген екен. Red Hat бұл бүгінгі таңда үлкен дәрежеде өзінің Enterprise Linux корпоративтік операциялық жүйесімен байланысты болып келеді. Red Hat компаниясы өзінің осы Red Hat Enterprise Linux деп аталатын өнімімен атақты. Және сондай-ақ оның басқа да ұсынатын технологиялары, мысалы Red Hat Virtualization және де сонымен қатар кәсіпорындағы виртуалдау басқа да технологиялары деген екен. Red Hat сонымен қатар сақтауды, storage, операциялық жүйе платформаларын, middleware, аралық бағдарламаларды және applications қолданбаларды басқару өнімдерін және оны қолдау, оқыту және кеңес беру, яғни консалтинг қызметін ұсынады дейді. Red Hat компаниясының официалды сайтына барсаңыздар болады. Бұл Red Hat компаниясы демек түсініп отқандарыңыздай Linux-тің дистрибутиві және Linux-тің Enterprise компанияларға, ірі кәсіпорындарға ұсынылатын технологиялары өте көп және өте керемет. Мына жерде жазылғандай Red Hat 2023 жылды осы контейнер менеджмент технологиялар ретінде көшбасшы болып саналады дейді. Мына жерде сурет келтірілген екен, және оған кішкене назар аударатын болсақ, Red Hat компаниясы сол жердегі, мына жерде жазылғандай лидерлер, көшбасшы компаниялары Amazon Web Services, Google, Microsoft, Red Hat осы бір деңгейлес өте ірі, ең жоғары деңгейдегі компаниялардың қатарында. Одан кейін VMware, Alibaba Cloud тағы да осы көшбасшылардың қатарында. Ары қарай келетін компаниялар тізімі келтірген SUSE, Huawei, Transcend компаниялары және одан кейін осы салада жұмыс жасайтын Oracle, Canonical және Meratins деген компаниялар, технологиялар көреміз. Енді Red Hat компаниясы осы саладағы көшбасшы екенін байқаймыз. Енді мына жерде осы Red Hat компаниясының өзінің сайтынан алынған ақпарат берілген. Red Hat Enterprise Linux бұл біз кәсіпорын үшін open source технологияларды жасаймыз дейді. Red Hat 2020 жылы контейнерлерді басқару бойынша көшбасшы атанды деген екен. Red Hat кәсіпорынның open source бағдарламалық қамтамасыз ету шешімдерінің жетекші провайдері болып табылады. Қараңыздар, Fortune 500 компанияларының, әлемдегі ең ірі 500 компаниялардың 90%-дан астамы осы Red Hat-тың өнімдерін, операциялық жүйесін пайдаланады деген екен, және оның барлығын мына сілтемеге келіп таныссаңыз болады. Енді желі мамандары, network инженерлері қандай сұранысқа ие деген сұраққа келетін болсақ, олар да өте сұранысқа ие. Желі инженерлері ешқашан жұмыссыз қалмайды, себебі барлық желілерді байланыстыру, кабельдерді қосу, ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін технологиялар әрқашан керек. Және де барлық ірі желі вендорларында қауіпсіздік саласында шешімдер, оқу білім курстары бар, сертификаттар бар, және оның барлығы да өте маңызды. Мысалы, желі саласындағы көшбасшы ірі компаниялардың бірі Cisco туралы мына сілтемеге келіп оқысаңыздар болады. Cisco-мен танысу, және ол жерде көптеген ақпарат берілді, видео материал бар, оны оқып көрсеңіздер болады. Енді бүгінгі таңдағы ірі желі вендорлары қандай деген сұраққа келетін болсақ, бұл жерде Fortinet айтуға болады, сондай Palo Alto Networks, және де ForcePoint, одан кейін Huawei,
Juniper компаниясы және Микротик. Бұлар осы желі саласындағы ең ірі, ең танымал компаниялар, және олардың өнімдерін, шешімдерін білу сізге IT маман ретінде, желі IT маман ретінде жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Және Cisco компаниясы осы желі саласындағы тағы да бір ірі вендор, және оның мына жердегі ақпарат берілген, сонымен таныссаңыздар болады. Енді киберсекюрити, қауіпсіздік саласындағы мамандар да бүгінгі таңда өте сұранысқа ие. Соның ішінде жалпы информационная безопасность, ақпараттық қауіпсіздіктің саласындағы эксперт мамандар айына $1 миллион мен $2 миллион арасында жалақы алады, және оған қойылатын талаптар бар. Ол қойылатын талаптар мына жерде берілген технологиялармен таныс болу, соның ішінде Intrusion Prevention System, NAC, VPN, WAF, Sandbox, Webmail Gateway, сондай-ақ NTA, DDoS атақ шабуылдарынан қорғау. Және де біз айтып кеткен жаңағы ірі вендорлар, соның ішінде Checkpoint, Palo Alto, Barracuda, немесе F5, Fortinet сияқты компаниялардың өнімдерін, шешімдерін қолдана білу. Ақпараттық қауіпсіздік менеджменті деген екен, және ол жердегі кейбір стандарттар, соның ішінде ISO 27001 стандарты, және де сол саладағы сертификаттар, соның ішінде CICA, CISM, және осы IT қауіпсіздік саласында 5 жылдай жұмыс тәжірибесі деген екен, осындай талаптар қойылған. Бұл тағы да HeadHunter сайтынан алынды. Енді қауіпсіздік саласындағы ірі ойыншылар, ірі сертификаттау, оқыту компанияларынан келетін болсақ, оның ішіндегі ең ірісі бұл ISC2 халықаралық ақпараттық жүйе қауіпсіздігін сертификаттау консорциумы, немесе ISC2 деген екен. Бұл кибер қауіпсіздік мамандарын оқыту мен сертификаттауға мамандалған коммерциялық емес ұйым. Ол әлемдегі ең ірі IT қауіпсіздік ұйымы ретінде сипатталады. ISC2 ұсынатын ең танымал сертификат бұл Certified Information System Security Professional CISSP сертификаты деген екен. Және бұл жерде Википедия парақшасына, сондай-ақ өзінің официалды ресми сайтына сілтеме тастап кеттім. Осы киберсекюрити, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ең көшбасшы, ең ірі сертификаттау ұйымы, және бұл әлем бойынша танылған ең көшбасшы компанияның бірі. Және олардың өзінің YouTube веб парақшалары бар, және олар өзі туралы ақпаратты берген. Сондай-ақ кибер қауіпсіздік IT саласындағы сертификаттайтын, оқытайтын ірі компаниялардың бірі CompTIA. Соның ішінде CompTIA Security Plus осы негізгі қауіпсіздік функцияларын орындау және ақпараттық технология қауіпсіздік мансабын жалғастыру үшін қажетті негізгі дағдыларды растайтын жаһандық сертификаттау программасы. Және оның ресми сайтына барып, осы Security Plus сертификатын алу, және оның сізге беретін пайдасы қандай, не үшін оқимын деген сұрақтар болатын болса, оның бағасы қандай білім талап етіледі, оның барлығы осы сайтта берілді. Сондай-ақ Fortinet, бұл Fortinet'тің Cyber Security Certification деп аталынатын жеке NSA сертификаттау бағдарламасы бар, және мамандарды кибер қауіпсіздік саласындағы маңызды мансапқа, карьераға дайындайды. Fortinet'тің Network Security Expert сертификаттау бағдарламасы жылдам дамып келе жатқан қауіп-қатер ландшафтында, сондай-ақ еңбек нарығының қажеттілігіне жауап беру үшін бірнеше жыл бойы мұқият әзірленген, зерттелген бағдарлама. Біздің басты мақсатымыз деген екен, бұл жерде NSA сертификаттау бағдарламасының көмегімен желілік қауіпсіздік сараптамасының алдыңғы қатарда болуын қамтамасыз ете тұрып, ағымдағы және болашақ талаптарды қанағаттандыру депті. Жалпы айтқанда, IT саласындағы жоғары деңгейдегі білікті сертификатталған мамандарды дайындау. NSA сертификаттау деңгейлері 1-ден 8-ге дейін, және 8 бұл жердегі ең жоғары деңгей болып саналады. Сондай-ақ оның YouTube-тағы өзінің ресми веб парақшасы бар, және бұл жерде Training and Certification веб парақшасына келетін болсаңыздар, осы NSA сертификаттау бағдарламалары, соның ішіндегі ең жоғары болып саналатын бұл жерде эксперт деңгейі, сондай-ақ Certified Solution Specialist әртүрлі деңгейлері бар екенін айтқым келеді. Яғни Professional,
бұл associate бастапқысы, одан кейін professional және ең жоғары деңгейдегі бұл жерде specialist және ең соңғы, ең жоғарғы, ең қиын сертификаты әрине бұл жерде эксперт деңгейі. Одан кейін Cisco компаниясы тағы да осы киберсекьюрити саласындағы, қауіпсіздік саласындағы фаерволдар, жалпы желілік қауіпсіздік, ақпараттық қауіпсіздіктегі үлкен технологиялар мен оқытуды, сертификаттауды қамтамасыз ететін ірі компаниялардың бірі және желі саласындағы көшбасшы компаниялардың бірі Cisco туралы тағы да мен қалдырған мына сілтемеге келіп таныссаңыздар болады. Сондай бұл компанияның да өзінің официалды ресми YouTube веб парақшасы бар және Cisco-ның ресми веб парақшасында қауіпсіздік, киберсекьюритиге қатысты барлық ақпараты берілген. Енді көріп отқандарыңыздай, бұл жерде қандай IT саласын таңдасаңыз да, жалпы сол салада терең білімді болу, бірнеше жыл терең оқу, 4-5 жыл тәжірибеңіз болса, бұл өте бағаланады және сізге жоғары деңгейдегі айлықты ұсынуға дайын.